Сәлем балақай, бүгін жаңа тақырыпты игеруге дайынсың ба? Ендеше тақырыбымызды бастаймыз. Әліппе сабағынан біздер Л дыбысы және әріпімен танысатын боламыз. Л дыбысының дауысты немесе дауыссыз екендігін ажырата алатын боламыз. Ендеше мына бір суретке назар аударайық. Не көріп тұрмыз? Бұл не? Алма ағашы. Бұлар кімдер? Қыз бала және анасы. Мынау не? Бұл лақ. Ол қандай? Ол ала. Ол қайтеді? Ол маңырайды. Балақай, бұл сурет арқылы біздер сұрақ құрастырдық және ол сұраққа сөйлем арқылы жауап бердік. Енді сол сөйлемдерді біріктіру арқылы әңгіме құрастырайық. Бұл лақ. Лақ ала. Ол маңырайды. Енді осы әңгіменің ішінен лақ ала деген сөйлемді алайық, иә? Кәне сөздерге жіктейік және неше сөзден құралғанын айтайық. Лақ, ала, екі сөзден құралған сөйлем екен. Неше сөзден тұратындығын анықтадық. Енді осының ішіндегі лақ деген сөзді алайық. Лақ, кәне неше әріптен тұрды лақ деген сөз? Лақ, Л-А-Қ, үш әріптен тұрды, иә? Оның ішінде енді осы сөзді буынға бөлейікші. Лақ бір буыннан тұрды, иә? Өйткені бұл сөздің ішінде бір ғана дауысты дыбыс бар. Ол А екен. Енді Л айтып көрейікші. Л. Бұл дауыссыз дыбысқа жатады. Л әріпінің салыну үлгісі. Балақай, енді келесі оқулығымыздағы тапсырмаға назар аударайық. Бізде мына жерде мәтін берген және оны оқы дейді. Кәне бірге оқиық. Ал, ара, ала, арал, алар, арала. Келесі ала. Бұл ненің суреті? Бұлттың суреті. Ала, бұлт. Арал, алма, ал. Арал, ара, ал. Ағашты арала. Балақай, біздер барлығын бірге оқыдық. Мұқият үйден қайталап сен де оқы. Келесі Л дыбысының дауыссыз дыбыс екенін білдік. Енді мына жерде берілген сызбаға мына суреттердің қайсысы сәйкес келеді, соны табуымыз қажет екен. Кәнекей, бірінші тұрған бұл алма. Алма дегеніміз 4 әріптен тұрады. Келесі балға. Одан кейін бал. Бал дегенімізде 3 әріптен тұрады. Сонда сәйкес келетіні бұл балға екен. Балақай, сабақ ұнаған болса, каналға тіркелуді және лайк қалдыруды ұмытпа.